Бүгінгі видео силовой шығу. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. Өздеріңіз де білесіздер, бірінші орында база ең маңыздысы. Егер де сіздің базаңыз мықты болса, элемент үйрену соншалықты оңай болады. Бірінші кезекте сіз полусиловой шыға алуыңыз керек. Және де дәл осылай 15-20 рет тартына алуыңыз керек. Базаңыз қаншалықты мықты болса, элемент соншалықты тез үйренесіздер. Егер де турник тарта алмасаңыздар, менің видеомды көріп кетсеңіздер болады. Турник с нуля қалай үйренеміз. Жоғарыда сілтемесі бар. Ал енді сіз қосырықта соғуды примерно 25 рет жасаңыз керек. Яғни Прусияны. Негізі обязательно емес, бірақ базаң мықты болса, сен тезірек үйренесің. Базаң төмен болса, үйрену біраз қиынға соғады. Базаңыз келіп тұр, барлығын істей аласыз. Ендігі кезекте тек сол силовой үйренуге арналған жаттығулар мен техникаларды түсініп алу керек. Техникаға келетін болсақ, ол жерде сіз қолды жоғарыға лақтырып білуіңіз керек. Енді ойлап қарайтын болсақ, тартылу оңай. Және төбесінде отжимание де оңайырақ турниктің. Бірақ екеуін бір мезетте істеу бұл қиындыққа соғады. Сондықтан бір-екі тренировкаларды істеуіңіз керек, яғни біраз опыт жинауыңыз керек. Ең бірінші жаттығу бұл турникте отжимание жасау. Бұдан 4 подход 13-15 реттен жасасаңыздар жетеді. Және турникті белгейден тартылуға тырысамыз. Белге енді жету қиынырақ болады, сондықтан кішкене кеуде тұсқа кеудеден асыруға тырысамыз. Өкінішке орай мен ол тренировканы видеоға түсіруді ұмытып кетіппін. Оны айта кететін болсақ, яғни турникті примерно осы кеудені турниктен асыруға тырысамыз тартылғанда. Одан да примерно 4 подход 7 реттен жасасаңыздар жетеді. Ал енді мен бұл силовой шығуды примерно 2 частьқа бөлгім келіп отыр. Бірінші часть бұл яғни кішкене раскачкамен силовой шығу. Бұны видеодан қарап жақсылап техникасын түсініп алсаңыздар болады. Бірінші нормально раскачаламыз, сосын алдыға рывок, аяқты көтереміз және турникке қарай атыламыз. Егер де сіз склепка жасай алсаңыз, бұл сізге біраз оңайға соғады. Осыны жасап кейінге бір силовой шығуды үйреніп кетесіздер. Бұл базасы төменерге арналады. Ал базасы мықтылар тек қолын лақтырып үйренсе жеткілікті. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Және де арнаға тіркеле салыңыздар. Жанындағы колокольчикті басып қойсаңыздар, менің обучалкаларымды бірінші көретін боласыздар. Бұның барлығы сіз үшін жай ғана 15 секундтық нәрсе, мен үшін үлкен қолдау. Келесі видеоның қандай болғанын қалайсыздар, комментке жаза кетіңіздер.